Бұл аспабы керней деп аталады. Байқап тұрсыздар ма? Қазір араларында біреу шығар бұл өзбектің аспабы деп. Жоқ, қателесесіздер. Бұл қазақтың аспабы. Керней деп аталады. Дыбысы 4 шақырымға жетеді. Кезінде ата-бабаларымыз бұл аспапты дыбыс белгі ретінде қолданатын. Ойлаңыздаршы, былай қолданатын. Әр 4 шақырым сайын 5 керней қойған кезде 20 шақырым арақашықтық шығады. Сол арақашықтағы ақпаратты бір-біріне жеткізіп, 1 минутқа жеткізбей білдіртетін. Сөйтіп бір-біріне белгі беретін. Қарт алыңдар, хан келетін кезде 20 шақырым бұрын білетін хан келе жатқан. Сөйтіп дайын болады. Бір сөзбен айтқанда, керней телеком ғой. Wi-Fi! Мың есе кішірек, мың есе. Безлимит. Тағы да ойнап көрші, бауырым. Қазір, ойнап берем аға. Түсіндіру керек. Менің мақсатым аспаптарды насихаттау. Сол себептен мен аспаптың тарихын, аспап туралы айтып беру керекпін. Бұл керней деген аспап. Алпамыс батырды бәріміз білеміз бе? Білесіздер, Алпамыс батырдың жырында айтылады. Керней сырнай тартқызып, беделін жұртқа артқызып, Алпамыс батыр келеді, жауды жайлап жатқызып деп. Бір сөзбен айтқанда, бұл аспапты ұлықтау ретінде де қолданатын. Өйткені мен өрледім, міне қараңыздаршы, қанша қазақ халқым жиналып келді. Өйткені қандарыңызда рухы оянып, жиналып келеді. Бір сөзбен айтқанда, біздің ұлттық генімізде бұл аспап сақталып тұр. Өйткені бәріміз жиналып келдік. Бұл аспапты кезінде, соғыс жорық кезінде әскерді сапқа тұрғызған кезде шақыртатын сөйтіп бір-бірін. Жиналыңдар дегенде. Міне қараңыздаршы, қандай керемет. Бәріміз қазақпыз, бәріміз жиналып келдік. Өйткені рухымыз оянатын, рухты оятатын аспап. Өзбек ұйғыр халқында да бар, карнай деп аталады. Бірақ өзбек ұйғыр халқында темірден, және де пішіні басқа темірден, жезден, мыстан жасалады. Біздікі ағаштан жасалады, және де дыбысы 4 шақырымға жетеді. Қазір сіздер үшін арнайы ойнап берем, егерде қол қошемет көрсетіп шапалақ ұрсаңыздар. Осындай керней деген аспап. Ал енді сіздерге келесі ерекше аспап көрсеткім келеді.